Ақжол фракциясының депутаттық сауалы көлік министріне. Ақжол Демпартиясына 380 отандық компанияның басын біріктіріп, халықаралық тасымалдаумен айналысып жүрген Қазақстан Республикасы халықаралық автокөлік тасымалдаушылары одағының шетел мемлекеттері аумағымен жүру үшін шетелдік рұқсаттама бланкілерінің жетіспеушілігі жөніндегі шағымдары түсуде. Қазіргі уақытта қазақстандық тасымалдаушыларға шетелдік мемлекеттер аумағымен жүріп өту құқығын беретін шетелдік рұқсаттама бланкілерімен қамтамасыз ету секілді тосқауылдың тұрғанына кәсіпкерлер алаңдатушылық білдіруде. 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда жаңа бағдарлама енгізіліп, соған сәйкес шетелдік рұқсаттама бланкі алу, оны үлестіру, беру және қатаң есептіліктегі шетелдік құжаттың қайтарылуын бақылауды, сондай-ақ оны есептен шығару халықаралық бағыттарындағы автокөлік тасымалдары жүйесін кеңейту мәселелеріндегі өкілетті орган ретіндегі жаңадан құрылған көлік министрлігінің көлік комитетімен жүзеге асырылады. Осы саладағы халықаралық тәжірибеде көрсеткендей, Ресей Федерациясы мен Беларусь Республикасының халықаралық автокөлік тасымалдаушылары қауымдастықтары шетел рұқсат бланкілерді комиссиялық түрде беріп үлестіреді, яғни барлық тасымалдаушылар автокөлік тасымалының дамуына септестігін халықаралық құжаттамамен қамтамасыз етеді. Кәсіпкерлердің ақпараты бойынша Қазақстан Республикасында енгізілген жаңа бағдарламаға жағдайды жақсартпай, шетелдік рұқсаттамалардың жасанды тапшылығын тудырған. Бұл өз кезегінде шетелдік рұқсат бланкілерінің интернеттегі сатылымын 500-ден 2000 ақш долларына дейін шарқыратып жіберген. Жасалған тосқауылдар салдарынан 2022 жылдың соңына қарай шетелдік рұқсаттамалардың 30% отандық тасымалдаушылар арасында үлестірілмей қалған. Бұл мемлекет бюджетінің 3 миллиард теңгеден қағылуына алып келді. Отандық тасымалдаушылардың мәліметінше, ғаламтор жүйесінде әлі күнге дейін шетелдік рұқсаттама бланкілері сатылып жатыр. Олардың бағасы түріне қарай 400-ден 2,5 мың ақш долларға дейін жетеді. Көлік комитеті көліктік бақылаудың аумақтық органдарындағы шетелдік рұқсаттамалар жоқтығының себебі адал емес тасымалдаушылардың аталмыш бланкілерге көптен алып алғандығы, яғни балансында бір көлік құралы жоқ. Олар өздерінің жылжымалы құрамдарын 50-ден 1000 бірлікке дейін жалға алынған көліктермен толықтырып, соған көп мөлшерде шетелдік бланкілерді алып алады да, кейін жеке пайдасы үшін соларды сатудан табыс табады. Мұндай компаниялардың барлық автокөліктері халықаралық тасымалдау талаптарына сай келмейді. Және олар шын мәнде халықаралық жүк тасымалдарымен айналыспайды. Жалға алынған жылжымалы құрамы бар тасымалдаушылардың көбі микро және шағын кәсіпкерлік субъектілері ретінде тіркелген. Жұмысшыларының саны 5-ке, кейде 10 адамға дейін жетеді. Соған қарамастан олардың алған рұқсаттама бланктері штаттарында бар жүргізушілер санынан 10-даған есе асып түседі. Бұл аталмыш рұқсаттамалардың заңсыз берілгендігін айқындайды. Одан бөлек, жоғарыда аталған халықаралық автокөлік тасымалы саласындағы барлық рұқсаттама жүйе функцияларын бір мемлекеттік органға жүктеп қою жемқорлық тәуекелдерді тудырады. Осы орайда халықаралық автокөлік жүк тасымалының дамуы мен жақсаруына кедергі келтіретін шарттарды жою мақсатында Ақжол Демпартиясы ұсынады. Бірінші, халықаралық тәжірибені ескере отырып, отандық халықаралық тасымалдаушыларға шетелдік рұқсаттама бланкілерін беру тәртібін қайта қарау. Екінші, Көлік министрлігі көлік комитетінің Қазақстан Республикасында шетелдік рұқсат бланкілерін қабылдау, одан әрі тарату, шығару, қатаң есептіліктегі шетелдік құжаттың қайтарылуын бақылау, сондай-ақ оны есептен шығару бөлігіндегі функцияларын шектеу. Үшінші, басқа елдерде шетелдік рұқсаттама бланкілері сияқты құбылыстағы жоқтығы себепті шетелдік рұқсат бланкілерінің интернет саудасын тоқтату. Төртінші, осы саладағы кәсіпкерлердің құқығын бұзуға жол берген шенеуніктерді анықтап, олардың қызметі не әрекетсіздігінде жемқорлық құрамының бар жоқтығын тексеріп, қажет болған жағдайда жауапкершілікке тарту. Құрметпен Ақжол фракциясының депутаттары.